Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Мына жерде бір видеомен бөліскім келіп отыр сіздермен. Күз келді, аяқ киім алу керек, жыл киіну керек деген сияқты. Содан Мерей деген өзіміздің Алматыдағы сауда орталығына барған кезде осы Кари деген неге барып едім, бөлімшесіне, осындай аяқ киім сататын. Бұл жерде болғанда бағана ол жерге барған Мерейдегі. Ол жақтарда осындай бір нелерді көрдім. Заңсыздықты көрдім. Ол қандай дегенде, мынандай мысалға заттарының үстінің барлығында мынандай белгі тұр. Яғни мынау бірінші орыстың несін қойып қойған, мынау не орыстың мына туы тұр, содан кейін барып Белоруссияның туы тұр, содан кейін барып қазақтікі тұр. Сол жерде тұрған кезде мен ойладым, тек қана сол дүкенінде ғана сондай болып тұрған шығар деп, мындай жаңағыдай келеңсіздік жағдайлар. Содан енді бірақ ол жердегі администратор қыздарға барып ескерту жасап кеттім. Олар жарайды, өзгертеміз деді. Енді оларды көреміз енді өзгерткенін. Ал енді қазіргі уақытта мен ол жақтан аяқ киім өзіме дәл табылмағаннан кейін Сейфуллин жақтағы, Сейфуллин көшесіндегі, Сейфуллин Мақатаев көшесіндегі мега центр деген сауда несіне, кешеніне келдім. Сол жақта келіп, енді мына жерде аяқ киім көріп, енді тағы да басқа нелерді көріп болғаннан кейін қайтадан мына Кариға кіріп қарап қарасам, мына жерде де сол. Соны мен айтайын дегенім, мына жерде төбеде сол жаңағы Мерейдегі дүкенде де, осы жақтағы дүкенде де шетелдік өлеңдері, шетелдік өтен бұрын ана екіншісін сөйлейтін жерінде тек қана орысша сөйлеп жатыр. Ол не деген бассыздық деген сұрақ туылады да, мынау сұмдық, мынау біз қай елде жүрміз деген сияқты сұрақ келеді. Енді құрметті жамағат, құрметті қазақ елі, мынау жерде бір-бірімізді қолдап жүрек. Мынау енді ондай нәрсе көп қой деп барлығыңыз айтуыңыз мүмкін. Сондықтан тым болмаса осы видеоның бөлісуіне себеп болып лайктар, лүпілдеріңізбен, комментарийлер, жаңағы пікірлеріңізді қалдырып, подписка жазылуды ұмытпаңыздар, ағайындар. Соңген жаңағыдай астына да нелерді қалдырып қоямын, өзімнің реквизиттарын. Сол жаққа қолдап отыруларыңызды сұраймын. Мына жақта енді мынандай нәрселерді көріп, келеңсіздіктерді көріп, ішім ашып жатыр. Енді біз өзіміз қолдамасақ, бізді кім қолдайды, ағайындар? Мынау сұмдық, мынандай өлеңдер, мынандай нелер. Каридің бастығы кім десем, Каридің бастығы орыс дейді. Енді бастығы орыс болғанмен тұрып жатқан жерлері Қазақстан ғой, дұрыс па? Қазақия деп сөйлейікші, Қазақия елі. Стан деген ол деген мүлдем басқа нелер ғой. Сондықтан осындай нәрселер болып жатыр, ағайындар. Бөлсек, қолдайық, қазақ тілінде сөйлеуді сұрайық, талап етейік, өзімізді өзіміз көтеруге тырысайық.